Бес қонақ өткен соң мамыр айының шамамен 14 және 28 аралығында 2-3 күнге ғана соғылатын қатты желді халық даналары құралай салқыны дейді. Ақсақалдар айтуынша, оның дәл бұлай айтылу себебі осы уақытта киіктер лақтап құралайын суық жерден тұрғызып жүгіртеді. Киіктердің төлдер кезі желге қарсы жүгірген жағдайда ғана олар төлдеуге қабілетті болады екен. Олардың төлдері аптап ыстыққа шыдамайды. Сол үшін жылда көктемнің 3-ші айы мамырдың аяғына қарай табиғаттың тылсым күшімен қатты суық жел тұрады. Киіктердің төлдеуі 2-3 күнге ғана созылады. Бір ғажабы, киік қанша көп болса да құралай салқыны кезеңінде төлдеп үлгереді. Сондықтан одан ары жаз толықтай күшіне енеді екен. Құралай салқынының тағы бір қызығы, етке сондай құмар дала жыртқышы дәл осы уақытта тәбеті қашып, етке жақындай алмай қалады екен. Ал бұл сәтте ақбөкендер жаппай төлдеп, құралайлары аяғынан тұрып кеткен кезде ғана қасқырға етке деген тәбеті қайта оралады. Адам ата жерге түскен соң барлық жан-жануар ұлық Алланың орынбасарын көруге ынтық болыпты. Сол кезде ең алғаш адам атаны көрген ақбөкен екен деседі. Ол Алланың халифасы жерге түсті дегенді естігенде қазақ даласынан Жидда тауына қарай желіп отырыпты. Ол кезде адам ата мен Хауа ана Жидда тауының етегінде үй салып тіршілік кешіп жатыр екен. Ақбөкен ұзақ жол жүріп, шаршап шалдығып, адам атаның тұрағына жеткенде құлап түседі. Адам оны көтеріп алып үйіне әкеледі де, оған інжірдің жапырағын беріп асырапты. Адам ата мейірленіп, оның тұмсығынан сипағанды жақсы көреді екен. Пайғамбардың қолы тигендіктен ақбөкеннің тұмсығы өзге аңдардан ерекше сұлу болып бітіпті. Арқасынан сипағанда денесінен хош иіс шығыпты. Аяғынан сипағанда тұяғына қасиет бітіпті. Қуса жеткізбейтін жүйрік жануарға айналыпты. Тұяғы 1001 ауруға ем болыпты. Көзінен өпкенде жанарына көрік бітіп, сұлу жануарға айналып шыға келіпті. Мүйізінен ұстағанда оған да шипалық қасиет дарыпты. Пайғамбардың алақаны беліне тигенде, буаз кезінде іштегі елігінің жынысын қалауына қарай өзгерте алатын болыпты. Ақбөкеннің арнайы келесіне риза болған адам ата: «Жануарым, мен саған ризамын. Бұйымтайың болса айт. Мейірімді Алладан дұға етіп, бар мұқтаждығыңды өтейін», дейді. Сонда ақбөкен: «Төлдегенде құралайым шыбын шіркейге жем болады. Одан қалса қасқыр шабады. Даланың шөбі төлдерге ауырлық етіп, қоң жинай алмайды. Осы қиындықтан құтқарсаң», депті. Адам ата Аллаға ақбөкеннің арызын жеткізіп, қиындықтан құтқарыпты. Содан бастап Алланың әмірімен киіктер төлдейтін кезде бетпақдалада шыбын шіркейді шығартпайтын суық болады екен. Мұны қазақта құралайдың салқыны деп атайды. Ұлық Алла сол уақытта қасқырдың киікке деген тәбетін тыяды. Құралайлар көшке ілескенше қасқырлар оларға жақындай алмайды. Жас киікке арнап даладан түйетабан деген шөп шығарады. Ол тек ақбөкен төлдейтін кезде ғана көгеріп, көктеп, кішкене лақтарға азық болады екен. Ақбөкен ұлық Алланың халифасын көріп, қолынан жем жеп, мақсаты орындалған соң бетпақ далаға қайтпақшы болады. Сол кезде адам ата оған: «Сахараға сән болып, құт пен кие мән қонып, өсіп өнсін нәсілің, бір құдайым жар болып, Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын, саған зауал келтірген ешқашанда оңбасын, сайын түзден тап мекен, басқа орнасын бақ бекем, қу медейін түздерге ырыс дарыт ақбөкен», деп батасын береді. Содан бастап киікке кие бітіп, қасиетті түз тағысы саналыпты. Оны нақақ өлтірген адам атаның қарғысына ұшырайды деген түсінік бар.
Діни қиссаларда адам ата жерге түскен кезде пейіштен інжірдің 5 жапырағын алып түскен екен. Сол жапырақтың біреуін бал арасы, біреуін жібек құрты, біреуін киік жеген деп айтылады. Қалған екеуін адам ата жерге егіпті. Киік пейіштің жемісін жегендіктен киелі аңға айналыпты. Ел аузында өте көп айтылатын аңыздардың бірінде Мұхаммед пайғамбар киікті құтқарамын деп жанын құрбан етіпті. Бірде киік аңшының құрған торына түсіп қалыпты. Киіктің мүшкіл жайын пайғамбар намаз оқып отырып көреді. Дереу атына мініп аңшының тұзағына барыпты. Қараса, аңшы олжасын бауыздайын деп жатыр екен. Пайғамбар аңшыға: киікті босатып, менің жанымды ал, құрбаның болайын, тек өлтіре көрме, деп алдына бас ұрады. Аңшы пайғамбардың мейірім шапағатына риза болып, киікті босатып жібереді. Ел арасында киікті нақақ өлтірме, киікке Мұхаммед пайғамбар араша болған, киік үшін пайғамбар жан берген деген насихат кең тараған. Киікті өлтірсе, Мұхаммед пайғамбардың наласы ұрады деген де сенім бар.